Бүгін сіздерге жүрек страховкасы деген тақырыпта шамалы қозғап өткім келіп тұр. Оған ашу, өзіне ғажаптану, тәкаппарлық, кек, рия және сен өзіңе мен деген тақырыптарды қозғап өтемін. Ашу дегеніміз, ашуды сіз өзіңізге алға қарай жылжуға көмектесуге пайдалануыңыз керек. Сіз ашуды басқа адамға пайдаланбаңыз. Өзіңізге дамуға, өсуіңізге пайдаланған абзал. Ал өзіне ғажаптану деген сөз, мен пысықпын, мен күштімін дейтін болсаңыз, сіз бұл жерде Құдайды жоққа шығарып тұрсыз, яғни Алланы жоққа шығарып тұрсыз. Сізде ештеңе де жоқ, себебі сізге барлығын беріп тұрған ол Алла. Соны есіңізден шығармауыңыз керек. Үшінші, ол тәкаппарлық. Ол мен деген сайын сен бәрін өзіңе алып қойып жатсыз. Сіз Құдайдың өзіңізге берген нәрсесін мен жасадым, мен істедім деп өзіңе барлығын алып қойып жатсыз. Ал кек дегеніміз, ол біреуге кектеніп жүресіз, сіз біреумен салыстырасыз ол адамды. Көре алмаушылық танытасыз, яғни сіз сол адамға кектеніп, сіз оны төменге түсіруге тырысасыз. Ал содан бастап сізде өкпе, реніш пайда бола бастайды. Негізінде ол дұрыс емес. Сіз оны өзіңіз біліп тұрсыз, іштей сезіп тұрсыз, бірақ сіз оны жасап жатырсыз. Сондықтан оны жасамаған өзіңізге жақсы. Рия дегеніміз, ол мен пысық десе екен, мені мақтаса екен деген іштей сізде сондай не тұрады. Сіз оны байқамауыңыз да мүмкін. Ол сіздің өйткені миыңыз сізге байқатпай істеп қоюыңыз да мүмкін. Мені адамдар мақтаса екен, мені күшті екен деп айтса екен деп сіз сөйтіп тұрасыз, ойлап тұрасыз. Негізінде олай рия қолданатын болсаңыз, сіз Алланы ұмытып, Аллаға серік қосатын боласыз. Бұлай айтуыңызға болады: мен ешкім емеспін, Раббым маған берді, мен қолданамын, мен пайдаланамын. Бұл жерде сен Алланың алдында ешкім емессің. Өйстіп айтуыңызға болады. Ал сен өзіңе мен деп, яғни мен жасап жатырмын деген сайын, сенде тәкаппарлық артып, шайтанның арбауына түсіп қаласыз. Сосын адамдарға жоғарыдан қарай бастайсыз. Ой, анау бүйтіпті, мен сияқты істемей ма, менен әдемісі бар ма екен деген сияқты сіз өзіңізге көп алып қоясыз да Алланы ұмытып кетесіз. Негізінде сен емес, Раббым бәрін беріп жатқан. Сіз осыны түсініп алуыңыз керек. Ол өзіңізге пайдалы, өзіңізге жақсы.